Сәлем достар, бүгін уәде берген болонезе пиццасын дайындайтын боламыз. Алдағы демалыста пицца жасап, балаларыңызды қуантып қойыңыздар. Алдымен бір пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Қызып тұрған табаға 2 ас қасық май құйып жуамызды қуырып, үстіне 300 грамм тартылған етті қосып қуырамыз. Тартылған етіміз біркелкі болу үшін жақсылап араластырғанымыз жөн болады. Дәміне қарай тұз, горошк, паприка және де базилик дәмдеуіштерін қосып, жақсылап араластырып, отымызды орташа жылдамдыққа қойып, етіміз дайын болғанша бұқтырамыз. Соус үшін бір қызанақты алып, миксермен ұсақтап аламыз. Қызып тұрған табаға 1 ас қасық сұйық май құйып, үстіне қызанағымызды салып, және де 1 шай қасық томат пастасын қосып, қуырамыз. Дәміне қарай тұз, паприка, базилик және де кориандр дәмдеуіштерін қосамыз. Оттың орташа жылдамдығында массамыз қоюланғанша қуырамыз. Бұл соусты кез келген пиццаға пайдалансаңыз болады. Қамырымызды жұқа етіп жайып, жан-жағын қолымызбен қалыңдатамыз. Қамырымыздың астына пергамент қағазын төсеп, бетіне соус жағып, оның үстіне етімізді саламыз. Пешіңіздің максималды жылдамдығына қойып, менде 250 градус 7-10 минутта пиццамызды пісіріп аламыз. Содан соң қалағаныңызша ірімшікті үккіштен өткізіп, пиццамыздың бетіне сеуіп, тағы да 2-3 минут пеште ұстаймыз. Мінекей болонезе пиццасы дайын болды. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Аптаның әр бейсенбі және сейсенбі күндері каналыма жаңа видео рецепттер шығады. Жіберіп алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.